Ассаламағалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым. Бүгін сіздерге мынандай жаңалығыммен бөлісейін деп отырмын. Мен Ауыт Мұқибек, бұрынғы Нұр Отан партиясы, қазіргі Аманат партиясынан шегінуге және жұмыстан кетуге шешім қабылдадым. Осы қазан айының 25-інде менің бұрынғы Нұр Отан партиясына, кейінгі Аманат партиясына жұмысқа тұрғаныма тұп-тура 6 жыл болады. Ал енді партияға 2015 жылы өткен болатынмын. Қараша айының 12-сі күні. Бұл өзі Шығыс Түркістан Республикасының құрылған күніне тура келеді екен. Қазақтың белгілі және көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері сенатор Мұрат Бақтиярұлы мен және Нұрлан Оразалиннің таныстыруымен Нұр Отан партиясына мүшелікке өткен болатынмын. Енді ондағы мақсат Астанаға келіп осы көші-қон жұмысымен айналыса бастағанда есік-тесіктің бәрін аралап көрдім. Сонда мынау Нұр Отан партиясының бір мүмкіндігін байқадым. Ол мынау біткен министрлер, депутаттар, комитеттердің бастықтары келіп Нұр Отан партиясында азаматтардың мен қабылдау өткізеді екен. Бұлай әдетте олардың кеңселеріне барып қабылдану қиын. Сондықтан бірден жазылып Нұр Отан партиясына кіруге азаматтар мүмкіндік алады екен. Ал мен сол партияның өзіне кіріп алып жұмыс істегім келді да, жұмысқа тұрып, бірақ алдымен партияға өтіп қояйын деп 15 жылы партияға мүшелікке өткен болатынмын. Енді аз уақыт өткеннен кейін президент сайлауы болды. Сосын көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Мұхтар Құл-Мұхаммед мырза осы Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары болып келді. Ол кісі мені кезінде Ақордада қабылдаған болатын бір кезде, осы көші-қон жұмысына байланысты. Сондай таныстығымыз болатын. Сосын партияға келгеннен кейін қабылдауына жазылып, соны кіріп, бұйымтайымды айттым, осы жұмысқа алуда. Нұр Отан партиясының елбасының партиясы екенін, көші-қонның елбасының саясат екенін, екеуі бір кісінің егіз баласы сияқты екенін, мен Нұр Отан партиясында тұрып, жаңағы көші-қон жұмысымен айналысуды, соның Құлыбаевпен жаңағы Кәрім Мәсімов бүлдіріп кеткен тұстарын қайттан қалпына келтіруге жұмыс істейтінді айтып едім. Бекер Балнешк сөзімді қайтарған жоқ, мені бірден жұмыс қалған болатын. Бірақ партияның орталық аппаратында штат болмаған секілді мені анау шаруашылық бөлімі дейді, қазу шаруашылық бөліміне жұмысқа консультант деген лауазыммен жұмысқа алыпты. Мен оны білген жоқпын. Партияға тұрғаныма қуанып, сөйтіп сол жұмысымды бастап кеткен болатынмын. Енді өзі партия деген қызық екен. Бұл Совет одағынан қалған жүйе. Жаңағы министрлер келеді, қабылдау өткізеді. Ол жердегі істейтін басшылардың бәрі сол екі адам шығып қарсы алып, қабылдауын өткізіп шығарып салады министрлерді, депутаттарды. Қалған жұмыскерлер, қызметкерлер ол жерде тапжылмай отырады екен, кеңсесінен шықпай. Мен қызық болғанда сол субординация деген, сол субординация деген жаңағы арақатынас сақтау деген. Соны бұзып, жаңағы министрлермен кездесуді бастадым. Енді біздің қандастарымыздың да тәлейі шығар, менің де кішкене пысықтығым шығар. Маған кездескен адамдардың бәрі жақсы адамдар, өмірімде кездескен. Әрине болады енді, пенде болғаннан кейін. Сол республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінің меңгерушісі Жұмажан Жүкенов деген ағамыз болды. Өте үлкен жүректі азамат, іскер, сол кісінің барып қолына түстім ғой. Сосын Асқар Құмарбай деген әріптесім болды, қазірде партияда бірге істейміз. Сосын жаңағы меңгерушінің орынбасары Арыстанғали Қадырұлы деген болды. Керемет жігіттер енді. Сол Жұмажан аға мені бірден түсініп, менің сол бір миссиямен келгенімді, осында міндет арқалап келгенімді білді дағы. Ақырындап маған ерік бере бастады. Сосын мен сол министрлерге кіре бастадым. Сосын бір-екі ай өтіп партияның жұмысымен танысқаннан кейін көш-көлікті болсын деген тұжырымдама жасап, ана кісіге кіргіздім. Осыны мына партияның республикалық жылдық жоспарына кіргізсе, көш-көлік болсын деген акция өткізсек,
деп сол айтып едім. Осы бірден жылы қабылдап, соны кіргізді жаңағы республикалық план дейміз ғой, жоспарына кіргізіп, сол 4 рет көші-қонды болсын несін өткіздік, жаңағы акциясын өткіздік республикалық деңгейде. Соған сол көші-қонның сол кездегі проблемаларын алып шығамыз. Оған жаңағы ішкі істер министрлігі, сыртқы істер министрлігі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің аса жауапты тұлғаларын шақырып отырдық. Онлайн өтеді, алыс жердегілер бәрі келіп проблемаларын айтады. Соның арқасында көші-қонның мынау аса бір күрделі мәселелеріне солардың көзін жеткізіп, заңдарға өзгертулер мен толықтырулар кіргізуге негіз қаладық. Сол үшін мен сол Жұмажан ағама, сол әріптестеріме осы орайда бір рахмет айтып қойғым келеді. Аман болыңыздар. Сөйтіп жұмысты бастап кеттік. Енді әңгіме ұзақ, оның бәрін айтып жатудың да қажеті жоқ шығар, шамалы шығар. Мұхтар Құл-Мұхаммед қызмет ауыстырып орнына Мәулен Әшімбаев келді. Ол кісі қызмет ауыстырып орнына Бауыржан Байбек келді. Ол кісі осы үш басшының үшеуі де маған ешқашанда бір ескерту жасаған жоқ. Мынаны қойыңыз, мынаны бүйтіңіз деген. Өзімнің әріптестерімді сұрай, қай депутатты сынайым, қай министрді сынайым, кімді мақтайым, не айтам, не жазам, еркім өзімде болды. Қай министрге кірем, оған да ешқандай шектеулер болған жоқ. Соның арқасында өздеріңіз білгендей мынау көші-қонның көп мәселелері шешілді. Енді ол партияға кіретіннің алдында білесіздер, Құлыбаев пенен жаңағы Мәсімовтің кесірінен елбасы 3 жылсыз 4 жылсыз азаматтық бермейтін заң қабылдап жүрген, оны қалпына келтірткен болатынбыз. Нағашыма хат деген атақты хат жазып Назарбаевқа. Сосын соның да буы бар бер жағында. Сосын келгеннен кейін ақырындап жаңағы көші-қонның мәселелерін шеше бастадық қой. Мынау Қытай тіркеуден шығып келу деген бәле бар болатын. Соны ақырын сенаторлардың жаңағы Мұрат Бақтиярлы, Нұрлан Оразалин, Қуаныш Айтақанов, жаңағы мынау жазушы ағамыз бар, Көкшетауда тұратын, қазір айтамын, Жабал Ерғалиев бастаған, Светлана Жалмағанбетова деген апай бастаған сол кісілердің арқасында сол ден алдырдық бірінші кезекте жаңағы тіркеуден шығып келу дегенді Қытайдан келетін қазақтардан сұрамайтын етіп жасадық. Сосын ары қарай не болды? Ары қарай сол енді ақырындап сотталмады деген анықтаманы жоғалттық. Сосын жаңағы Моңғолия мен Қытайдан келетін қазақтардың еңбек өтілін есептетіп өз еліндегі пенсиясын көтерттік. Сосын мынау 183 күннен артық шетелде тұрса жойылып кететін ықтияр хат, оны жойылмайтын еттік. Сосын мына әкімшілік құқық бұзып жатса соттың шешімімен 5 жыл келе алмайтын етіп шетелге шығарып жіберетін, оны этникалық қазақтармен жаңағы қандастарға қолданылмайтын етіп жасаттық. Сосын отандастар қорын құрғыздық, 17 жыл білесіздер. Тағы не бар? Мынау тәуелсіздік жылдарында елге көшіп келіп 20 жыл, одан да көп уақыт бойы азаматтық ала алмай жүрген азаматтар болды. Әсіресе Өзбекстан мен қазақтар. Солардың бәрін жаңағы министрлерге айтып жүріп, соларды бір рет құжаттандыратын жылдың аяғына дейін, 2019 жылдың наурыз айының 16-сынан бастап сол жылдың аяғына дейін соларды құжаттандыратын акция мүмкіндік жасаттық. Тағы қандай? Сосын мынау көп енді осындай біраз жұмыстар істелді. Осындай жұмыстарды істелді. Соның бәрі сол енді менің ғана нем десем, ол әділетсіздік болады. Мен көтердім ол мәселелерді, бір емес бірнеше көтердім. Құлғанадай қуып отырып, депутаттарға қайта беріп отырып, осы аяғым жеткен жердің бәріне айтып отырып, ақырында сол жаңағы айтқан депутаттардың несімен, жаңағы ықпалымен осы мәселелердің бәрін шешіп алдық. 3 жылға көп мәртелі виза беретін тәртіпті кіргіздік жаңағы шетелден келетін қазақтарға. Осындай жұмыстар атқарылды енді. Сосын енді өмір ғой. Міне өзгеріс деген болып жатыр. Қаңтар оқиғасынан кейін біздің Қазақстан мүлде басқа болып бара жатыр, өзгеріске ұшырап жатыр. Президентіміз жаңағы қаңтар оқиғасынан кейін сөйлеп, жаңа Қазақстан деген, әділетті Қазақстан құрам деген жобасын ортаға салды. 1 жылдың ішінде 2 конституциялық
реформа болды, міне мерзімнен бұрын сайлау өткелі жатыр. Бірақ осының бәрінде мен белсенділігімді төмендеткен жоқпын. Себебі ата заңға Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде тұратын қазақтар қай елдің азаматы болғандығына қарамастан Қазақстан Республикасының азаматтығын жеңілдеткен тәртіппен алуға құқылы деген норманы енгіземін деп өте көп жүгірдім, бірақ іске аспай қалды. Ешкім тыңдамай қойды, көрдіңіздер. Сол кезде бір құлазып осы жұмыстан кеткім келген, бірақ артын күтейін деп ойладым. Міне екінші рет конституциялық өзгеріс еніп жатыр, тағы ұсындық, тағы өтпей қалды. Сосын міне президентіміз енді айтып жатырмын ғой, үнемі 19-шы жылы айтқан қасиетті парыз деп, біздің шеттегі қазақтар шақыру парызымыз деп. Сосын міне қыркүйектің 1-ндегі жолдауында да түбегейлі өзгереді көші-қон саясаты. Сосын демографиялық экономикалық жағдайды ескеру керек. Сонымен бірге жалпы ұлттық мүддені ең басты орынға қою өте маңызды деп көрсеткен болды. Осыған сай қазақ көшінің бір екінші алтын дәуір туатын болды ғой, бір керемет бұрын соңды болмаған жобалар, тұжырымдамалар жасалып, заңдарға елеулі өзгерту толықтырулар енетін болды ғой деп мен қатты үміттенгем. Бірақ өкінішке орай көріп жатсыздар, міне 2023 жылдан 27 жылға дейінгі жаңа 5 жылдық жоба сталиндік репрессияға апаратын, адамдардың құқығын таптайтын, Алланың берген және Біріккен ұлттар ұйымының біздің конституциялық заңдық актілердің бәрі берген құқығын шектейтін осындай норма енгізіп жатқанын көрдіңіз, енгізбекші болуға әрекет жасағанын көрдіңіздер. Оған да қарсы шығып жатырмыз. Бірақ осының бәрінде бір байқағаным, мынау Аманат партиясы, Нұр Отан емес, Аманат партиясы және оның басшылары бұл бір ауыз сөзімізді елеп ескермейді. Сіз оны қойыңыз. Мысалы партияның нелері болды, съездер болып жатыр. Сол партияның саяси бюросы болмаса да саяси кеңесте шеттен келген бірер қазақ кірсін деп едік. Оны да ескермеді. Сөйтіп осындай бір келеңсіздіктер орын ала бастады. Сондықтан мен ойлана келдім да, бүгін жақыннан бері өзім ойланып жүрген, бүгін сол шешімді қабылдадым. Мен Фейсбуктағы парақшама Қошекеңнің партиясымен қоштасу немесе мені Аманат партиясынан шығару, жұмыстан босату туралы өтініш деген мәлімдеме жасап, сол партиядан шегінуге бел байладым. Мен де бүгін ертең кетпеймін. Осы қазан айының 25-інде менің партияға жұмысқа тұрғаныма топ-тура 6 жыл болады. Сол күні босатуды сұрап жатырмын. Енді мені Мұхтар Құл-Мұхаммед мырза енді шаруашылық бөліміне орналастырған ғой. Ол шаруашылық бөлім деген кәдімгі лампешка сүртетін, жер сыпыратын жұмыстар. Бірақ мен консультант деген лауазыммен жаңағыдай жұмыстар істедім. Кейін Арман Қырықбаев деген жігіт қазір Алматы қаласы әкімінің замы, орынбасары, өте керемет жігіт. Сол менің іні досым. Сол кісі біздің партияның хатшысы болып келді Байбекпен бірге. Байбектің орынбасары болған болатын. Кейін Досаев, Ерболат Досаев алып кетті шақырып, қалап сұрап. Сол жігіт маған көңіл бөліп құлақ қағыс етіп едім, сол табандап отырып мені орталық аппаратына ауыстырды. Кішкене айлығым өсіп, еңсем көтеріліп, кәдімде көрінбеп қалдым. Сол Арман Оразбайұлы бауырыма да алғысым шексіз. Енді мынау әріптес дегеннен шығады. Мен Жұмажан ағам болсын, одан кейін Бақыт Темірова деген кісі келді бізге жетекші болып. Одан кейін кім келді? Тағы сондай адамдар. Қазір Әлия Садырбаева деген қарындасым басшы. Мен соларға және Асқар Құмарбай деген досым бар. Ол жігіт маған партияның барлық қырын сырын үйретті мынау электронды жүйені. Сол кісілердің бәріне рахмет айтамын, ризамын. Ешқайсысы маған әй деген емес, сен кімсің деген емес, неге олай етесің деп айтқан жоқ. Сол тырнақшаның ішіндегі еркелігімді көтеріп, қабақтарын шытпай, менің еркін көсіліп жұмыс істеуіме мүмкіндік берді. Ол әріптестеріме де басшыларыма алғыс айтамын. Енді мынау қазіргі заманда жай өзің жалғыз қол, жалаң қылышпен ештеңе бітіре алмайсың. Мен мынау ақпарат құралдарымен жұмыс істеймін. Ақпарат құралдарымен ашық жұмыс істеймін. Сынаймын деген сияқты. Сонда анау Абай KZ деген сайтқа өте көп жазам. Сол сайт мен жазып шыдасам, олар басып шыдайды. Сосын кейде Дат деген газет бар. Абай KZ-ке тоқтатпай мақаланы алдырып тастайды, Ақордадан звондап, жарым түнде звондап алдырып тастайды. Енді оларға да жан керек қой енді. Ақша бермей қояды тендерде.
Сондықтан онымен түсіністікпен қараймын, жарайды ал сала берсін деймін. Сосын ары қарай дат газеті бар. Ермұрат Бапи деген қазақтың ой арыстан жүректі азамат. Оппозиция сол газетке берем. Сосын Жас Алаш, атақты Жас Алаш газеті Рысбек Сәрсенбай ағам басқарды. Кейін қазір басқа жігіттер басқарып жатыр. Оларға да шығып тұрды менің мақалаларым. Сөйтіп осы ақпарат құралдарымен жұмыс істеп, сол мәселелерді шешуге мүмкіндік алдық. Енді осы орайда осы басылымдарға менен гөрі құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым, сіздер алғыс айтсаңыздар болады. Сіздер көбірек соларға тілек тілеп, мүмкіндіктеріңіз болса, бай қуатты жігіттер болса, мына Абай Кизет сайтына көмектесіп тұрсаңыздар, бұл бір сауап болады деді шынын айтқанда. Мен ол достарыма, ағаларыма алғыс айтамын осы 6 жылдың ішіндегі істеген жұмысыма. Енді не айтам? Ары қарай менің осы жерлестерім, тағдырластарым арғы беттен оралған. Сіздер де қолдап, қуаттап отырдыңыздар. Бар күндерді де бастан кешірдік. Енді соншалық бар болып мен бір шалқып жүрген жоқпын. Экономикалық жағын айтам. Жоқ күндер өте көп болды, шынын айтайын. Қаншама жұмыстан шығып қалдым. Енді қиын ғой. Мен жұмыстан шығарып жүрген басшыларымды да кінәламаймын. Оның да ар жағында отырып алып біреулер мынау пәленіңді шығар жұмыстан деп сөйтетін. Енді мынау Нұр Отанға келгеннен кейін ондай болған жоқ. Бір-ақ рет болды енді. Анау жаңағы Бақыт Темировадан кейін тағы бір жігіт келді. Ол ауысып кетті. Әзір Сағидоллаұлы, Болат Сағидоллаұлы деген. Қазір Тамара Дүйсенованың көмекшісі екенін танысып қалдым, кездесіп. Сосын қазір мынау партияның несінде жаңағы Астана қалалық филиалында жұмыс істейді, қоғамдық қабылдау бөлмесінде Сақтаған Сәдуақасов деген жігіт келді. Сол жігіт біраз ырғап көрді мені. Ақырын кетіргісі келіп, олай келіп, бұлай келіп, бірақ шамасы жетіңкіремеді. Мен орталық аппаратқа өтемін десем, үстінен арыз айтып барыпты. Жұмыс істемейді, өзінің мақаласын жазып отырады деген сияқты бірдеңкелерді мандыраған сияқты. Сосын өрде бір Оспанов деген жігіт бар. Ол отырып мені 3 күн ырғап, сөйтіп жүріп ары қарай өткізді жаңағы орталық аппаратқа, штатымды ауыстырды. Енді адамдардың сана сезімі әртүрлі ғой. Біреу өзінің сол шұқылап отырғанына қаттарды шұқылап, анаумен сөйлесіп, әйтпесе бірдеңке қылып отырғандарын жұмыс деп санайды. Әрине ол мен партияда істегенде өз жұмысымды ақсатқан емеспін. Таңертең ерте барам, түсте кеш қайтам, кешікпеймін. 10 минут бір жаққа барсам, сұранам басшыларымнан, сөйтіп жұмыс істедім. Ондағы себеп Ауыт Мұқибек дегенде көрдік, жұмыс істемейді екен, кешігеді екен, албаты кетіп қалады екен деп, есік жабылып қалмасын келесі келетіндерге деп ойладым, құрметті туысқандар. Сөйтіп бір күні қызық, сол жаңағы Сақтаған Сәдуақас звондайды маған. Ертең әбеке келмей ақ қойыңыз жұмысқа дейді. Жарайды, не болып қалды? Жай демалыңыз, шаршап жүрсіз ғой дейді. Я, жақсы деп, соның әріптестеріміз звондады. Не болып қалды? Неге келмей деп жатыр мен десем, біреусі айтады. Я, ертең Бауыржан Байбек келеді екен дейді. Вот деп ақырын таңертең киіп галстук тағып шытырайып отырып барып жұмысымда отырдым. Бар заманда есікті ашып шошып кетті жаңағы. Неге келесің сен деп сөйтеді. Неге келмейді екен мен деп мен ашуланып жатырмын. Соны есің дұрыс па дедім мен. Байбек келсе бәрімізді қатарды зық қойып амандастырмайсың ба? Жұмажан аға сөйтіп бізді бәріміз басшылар келсе амандастыратын. Сосын барып жұмысымызға кетеміз. Сен не? Мен жейін ба оны? Деп екеуміз ағайындастым. Содан ары қарай кетті енді. Сондай қызықтар да болды енді. Ол қызықтардың мен қай бірін айтайын, құрметті ағайындар. Сөйтіп бүгін сондай шешімге келдім. Енді сіздерге айта кетейін. Не үшін кеттім? Бұл жерде отырып сөз өтпей қалды. Әшейін сол қаттарды шұқып келген адамдардың арыз-арманын тыңдап қана отырып қалдым. Сондықтан мынандай шешімге келдім. Әрине мен Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдап келеткен азаматпын, білесіздер. Президент сайлауында да қолдағам қатты. Сосын осы жолда қолдап жатырмын. Ол кісінің жаңағы екі сөзі бар. Біреу қасиетті парыз, біреу жалпы ұлттық мүдделі басты орынға қойып, жаңағы көші-қон тұжырымдамасын жасаңдар деген. Осы екеуінің атқарылмай жатыр. Сондықтан бұны мен сіздермен бірлесіп атқартуға әрекет етем. Құрметті ағайындар, сіздермен бірлесіп, ұлы көшкен мүдделі қауым. Сосын депутат жақсы ағаларым бар менің мына жақта. Мұрат Бақтиярұлы бастаған. Ақордада жақсы жігіттер бар, үкіметте де бар деген сияқты. Сондай жігіттердің бәрімен сәйкесе отырып, сіздерменен бірлесе отырып, осыны алда жүзеге асыратын боламыз. Әрине,
маған партия рахат еді, шынымды айтсамшы енді. Мына 50-ден асқанда ақырен аяңдап барып, жаңа хаттарды шұқылап орындап қойып отыра берсем, 400 мың теңгеден артық айлығымды алам, 3 айда бір премия беретін, сол тұп-тура солдай деңгейде. Соның бәрін тастадым сіздер үшін, шынын айтайыншы. Өйткені осындай бір орай келіп тұрған кезде, Қасым-Жомарт Тоқаев сондай бір керемет сөздер айтып тұрған кезде, біз бұны орындатып алуымыз керек. Бер жағындағыларға. Шетелдегі қазақтардың жағдайын көріп жассыздар, туысқандардың. Ресейдегі жағдайды көріп жассыздар. Осының бәріне мың дегенмен енді тәжірибем бар ғой менің. 12 жылдық тәжірибем бар. Құрметті ағайындар. Жұмыс істеудің тәсілдерін білем. Жақсы жаман болсын, ел танып қалды, басшылар танып қалды. Біреумен ұрыссақ та, екіншісімен құшақтасып деген сияқты осы жұмысты сіздермен бірлесіп істейтін боламыз. Енді қалай істейміз оның тәсілдері? Ол жөнінде мен дайындығым бар, жоба жоспарым бар. Құдай бұйырса, осы айдың 20-ларынан кейін соны алып шығатын боламын. Оған дейін біраз дайындық жұмыстарын істеу, сөйлесулер жүріп жатыр. Сондықтан, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, мен сіздермен біргемін. Мен мынау қытайлық, мынау моңғолиялық, мынау өзбектік, мынау ресейлік деп еш қайсыңызды бөлмеймін. Заң жасалатын болса, барлығымыздың мүддемізге ортақ жасалады. Барлығымыздың мүддесін шешетін заң жасалады. Қаулы қабылданса да солай. Сондықтан, қай жақтың азаматтары, мені сыртқа теппеңіздер. Мен сіздердің жерлестеріңізбін. Мен Ташкенттікпін. Мен Омбының қазағымын. Мен Баян-өлгейлікпін. Мен Шығыс Түркістанның қазағымын. Естеріңізде болсын. Сондықтан бәріміз бірге болайықтағы Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдап, алақанымызға салып әлпештеп, осы сайлаудан өткізейік. Ары қарай көсіліп оғысын жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін жағдай жасайық қандастар. Сөйтіп, мынау көші-қонның мәселелерін шешейік. Менің сіздерге айтайын дегенім осы. Жоқ, мен оғысыны қолдамаймын дегендеріңізге, пожалуйста, оппозициялық партиялар бар, соларға барыңыздар, сол жерде барып үндеріңізді шығарыңыздар. Мен ешкімнің құқығын шектемеймін. Сондықтан бүгінгі жаңалық осы. Құрметті әлеумет, аман болайық. Құдай бұйырса, қазан айының 25 күні жұмыстан да, Аманат партиясынан да шығатын боламын. Сол өтінішімді солай жаздым. Ал аманшылық болсын, ардақты ағайын. Жақсы күндерде кездесуге де Алла тағала нәсіп етсін. Ойлаған ойымызды, армандаған арманымыздың орындалуын да Алла тағала нәсіп етсін. Мен сіздермен біргемін. Құрметпен, Ауыт Мұқибек.